торт пісіретіндердің бірінші проблемасы міне осы клиентпен жұмыс жасауда. Мен тек WhatsApp-қа қойып қоямын, бұл заказ берсе береді, бермесе бермейді. Вообще торт сататындар бірден цехқа шығыңыздаршы. Көлемді торт сатып бағасын прайс жоқ. Қалай істерге? Айна миллион тапқым келеді дәл қазір уақытта. Тортта вообще маған тортта келіп ұтылған адамды көрген жоқпын. Сол ғой, мен тортымның құрамы таза. Басқаныкі таза емес па? Білмеймін. Ол натуральный сливки ма, не натуральный сливки ма, я даже не разбираюсь. Бүгін мен туған күнім. Тортыңыз бар ма? Торт жоқ. Торт жоқ. Дәл осы жерде сен қуаныш сатасың, иә? Осы қуанышпен клиентті құттықтап қойған бола ма? Бейсіз сіздің балаңыз сияқты ғой. Самый главный продуктыңызға сенім болу керек. Қай қаладан боласыз? Осы Ақтаудан. Ақтауға көшіп келгеніме бір жылдай болды. Қайдан көшіп келдіңіз? Жаңаөзен қаласынан декретте болдым. Декреттемін да. 2018-де бухгалтер болып жұмыс жасап жұмыстан шықтым. Содан кейін декретке шықтым, күйеуге шықтым. Жалпы тортпен айналысып жүргеніме нақты бір 10 шақты жыл болған шығар, бірақ ешқандай не магазин аштым, магазинге қойып көрдім. 10 жыл болды ма торт пісіріп жүргеніңізге? 10 жылдай болды. 2015-терде мастер-класстарға қатысып жүрдім. Содан 19-да күйеуге шықтым, сонымен декретте отырдым, сөйтіп магазинге торт қойдым. Олар өте үстіне мен 2000 теңгеден тортым шықса, үстіне 1500 теңгедей пайда көремін. 1300 деп бүйтіп арзандап қоя беремін да бағаны. Сосын өзім бір магазин арендаға алып, андай торт сататын витрина алып, оны қойдым. Сосын жас проект несіне қатысып 1 миллион теңге алдым. Оны пайдаландым, заттарымды алдым. Бірақ ешқандай қайтарымсыз грант алдым, иә. Ешқандай нем жоқ. Просто өзімнің жалпалым. ИП ешқандай жоқ. Сол торт не істегім келді. Торт сатамын, сосын клубника шоколады жасап жүрмін. ИП жоқ, иә? Себебі неде екенін білсем бола ма? ИП жоқ. ИП ашатындай әлі менде ондай не жоқ. Егер де былай санасақ, айына қанша торт жасап сатылады? Мен жасай алам, бірақ қазір соңғы айда айына қанша торт пісірдіңіз? Ешқандай. Бір торт сатқан жоқсыз ба соңғы айда? Жоқ. Мен әше сатып жүрген жоқпын қазірлері. Себебі ешкім заказ бермейді. Ешкім заказ бермейді? Бермейді. Заказ беру үшін сіз не істедіңіз? Заказ беру үшін мен статусқа салдым торттарымды. Мысалға ағайындарыма пісірген торттарымды салам. Сосын енді анда-санда біреу заказ береді, соларды саламын деген. Анда-санда біреу заказ береді, ол қайдан көріп қалады? Көршілерім, ағайындарым, достарым. Статустан басқа жарнама көзі бар ма? Таргетке беріп көрген жоқпын. Енді таргеттен басқа? OLX-қа салып көрген жоқсыз? Инстаграмға салып көрген жоқсыз? Инстаграмға салам, тек WhatsApp-қа салам. Инстаграмға не саласыз? Торттарымды салам. Торттардың суреті? Иә, торттардың суретін салып қоям болды. Андай қылып әлі бүйтіп Инстаграмға шығуға ұяламын да. Қолда айфон бар ма? Айфон жоқ сол. Айфон жоқ. Айфонсыз осылай шыға алам ба деген да. Айфон алатындай әлі өзіміз жақында үй алып ипотекаға отырық. Сосын енді нағыз алатын болсам алам да, осындай дәрежеге жетемін. Нағыз алатын болсам аламын. Ұнайды маған осындай кондитерлар шығар, әсіресе полуфабрикаттарда сондай ғой, иә? Қолдарында айфон жоқ. Просто торт пісірген басқа салаға кеткім келеді да, бухгалтер бірдеңе, бірақ торт пісірген өзіме қатты ұнайды да, сондай бір неде дәрежеге шыққым келеді да. Қызылордада күніне 1000 торт пісіріп сататын кәсіпкер бар. Иә, оны біздің Ақтауда да көп қой, оның бәрін көріп отырамын. Неге ондай емеспін деп ойлайсыз? Өзімнің жалқаулығым шығар. Қай жағынан жалқаусыз? Білмеймін, жалқаумын дегенде де, бірақ пісірем ғой, соны таргетке жібермей, рекламаның аздығынан ба. Мен тек WhatsApp-қа қойып қоямын, бұл заказ берсе береді, бермесе бермейді. И то просто торттың суретін саласыз? Иә, просто торттың суретін салам да, андай қалып Лаукин деген мастер-класс сатып аламыз. Енді сол қыз реклама жасаған кезде ол тортты жеп атады, оны күшті қылып мақтап, ол клиентін солай не істейді да. Мен ондай қылып істей алмаймын. Неге істей алмайсыз? Ұяламын. Неге шығуға ұяламын. Ұялу маңызды ма, табысты болу маңызды ма? Солға. Өзім күйеуіме қарамай, өзім табыс тапқым келеді ғой. Неге қарағыңыз келмейді? Енді күйеудің ақшасына қарай не істемей, өзім ақшам деген келеді. Бермей ма? Береді ғой. Енді Гүлжихан ханым, менде сұрақ. Жалпы айына қанша тапқыңыз
келеді? Айына миллион тапқым келеді дәл қазіргі уақытта. Не істейсің ол миллионды? Білмеймін, Астанаға көшкім келеді. Өзім ақшам, өзім машина алғым келеді, бауырларыма көмектескім келеді деген сияқты. Қандай машина мінгіңіз келеді? Салоннан мінгім келеді, Toyota мінгім келеді. Тойотаның қайсысы? Білмеймін. Енді не істейсің ғой? Қызығасың ғой, енді жақсы нелерге қарай. Жақсы жерден үй алғымыз келеді деген сияқты да. Күйеуімнің ақшасынаға мен де қосымша табыс тапқым келеді. Мақсат қосымша табыс табу ма, жоқ өзіңіздің өзімнің немді де брендімді қалыптастырғым келеді деген сияқты. Осындай Гүлшихан деген атымды не істегім келеді, шығарғым келеді. Торт саласынан. Торт саласы емес, жалпы бизнестен да. Сіздің атыңыз бен торттың қандай байланысы бар екен? Танылғым келеді да. Білайтатлер деген бар біздерде, Ақтауда тағы сондай көп қой сол сияқты. Жоқ, осы жерде қараңызшы, бизнесті бір орында осындай деңгейде қалып қалмас үшін сізге бірінші қадам жасататын не нәрсе? Нақты мақсат. Нақты мақсатыңыз қазір мысалы көлік алу деп айтайықшы. Көліктің қайсысын алғыңыз келеді? Енді дәл қазіргі уақытта ма енді? Дәл қазіргі уақытта мақсат. Мақсат енді джип мінгіміз келеді ғой енді. Қандай, например? Ұялмасаңызшы, Джип айтуды ұялмайсыз ғой, Toyotаларға жата ма, Land Cruiser жата ма, Toyotаға жата ма? Өте жатыр. Қанша тұрады ол? Біз 30 миллион ба, сондай шарт, енді салоннан 30 миллион шығар енді. Ойба, оған емес па? 30 миллион тұратын. Ондай емес па, білмеймін ғой, онда мен 200 миллион тұрам әлі. Олардың бағаларын қарамаймыз ғой, сосын білмеймін. Не үшін қарамайсыз? Енді әзір оны алатындай мүмкіндігім жоқ болғасын қарамаймын. Саған енді өзімізге қазіргі уақытта ала алатындай машиналардың бағасын қараймыз да. Қандай ала алатын машинаңыз қандай болып есептейсіз? Енді 10 миллион, 11 миллионның жобаларындағы машиналар. 11 миллионға қандай машина келеді? Камрилар келеді. Қандай Камри? Елуліктер қолданылған шығар оларда. Елулік қолданылған дейік, например, енді 10 миллион табу үшін қанша торт сату керексіз? 10 миллион күніне 20 торт, 30 торт сатуым керек шығар. Калькулятор бар ма? 10 миллионды бөліңіздерші, бір торттан қанша пайда көресіз? Бір торттан 5.000-6.000 пайда көргім келеді жалпы сатқан кезде. Сатып атсам да, жалпы тортым бизнес жүріп жатса, а мен қазір 1.500-2.000 теңге ғана қоямын. 2.000-ға бөлесеңізші, 10 миллионды. 5.000 дана торт сату керексіз. 5.000-ды 12-ге бөліңізші. Жылына ма? 416 тортты айына сату керексіз. Енді осыны 30-ға бөлсеңіз? 400 ма? Қанша? 14 торт күніне сату керексіз. 2000 теңге пайда көретін болсаңыз. 14 торт сату мүмкіндік бар ма? Бар. Это возможно же? Күніне 20 торт жасай аламын, 30 торт жасай аламын деп өзімді не істеймін ғой. Шаршамай жасай аламын да, жақсы көремін деп. Енді неге мен басқаларын алмай сізден алу керекпін? Сол ғой, мен тортымның құрамы таза. Басқаныкі таза емес па? Білмеймін. Енді көп жерде кішкене арзандау сливкамен жасап жатады ғой. Мен тортым тәтті деп не істеймін да, өзімнің тортым өзіме ұнайды. Тортты мен сатып алған кезде нан сливке арзан ба, қымбат па деп ойланам ба? Иә, енді жақсы білетін адам болса, білет мысалға торттың арзан сливкамен, жақсы сливкамен жасалғаны. Оны қалай анықтай аламын мен мысалы клиент ретінде? Торттың несі бисквитке кремі сіңбей қатты болып тұрады да, желінбей қалады. Мен торт алатын адам ретінде вообще ол сіңген сливке вообще түсінбеймін. Қандай? Қайдан біле аламын сіздің тортыңыз қандай екенін? Қайдан білемін? Қайдан білемін деп жатыр. Рекламадан шығар, отзывтан білетін шығар, адамдардың несі. Отзывта Гүлшихан ханымның торты керемет деп жазса. Мен оған бірақ сенбеймін ғой дейсіз ғой деп. Сенбегенде ол қай жағынан керемет екен деп ойламаймын ғой. Мысалы, нарықта танылған торт пісіріп, күшті пісіріп жатқандар бар. Неге мен сол жақтан барып торт аламын деп ойлайсыз? Торты тәтті болғасын шығар. Любой торт тәтті ғой, ашты торт жоқ қой. Білмеймін, мен мысалға танымал жерде барда тортты алып не істемеймін екен.
Жеке бренді дамуға. Мен рекламасы ақтаудан мысалға жақсы жерлерден барып алмаймын тортты. Енді сіз жасайтын адам ретінде айтып тұрсыз. Мен мысалы торт алатын адам ретінде Иә. танымалдылық қараймын, иә. Мысалы что-то елдің бәрі құлпынайды айтып кетті. Неғып елдің бәрі құлпынайды? И маған құлпынайды естіген кезде ол натуральный сливки ма, не натуральный сливки ма, я даже не разбираюсь. Сенім арттыру. Елдің бәрі сенім артып алып жатыр. Иә. Мен барам да ойланбай любойын таңдап ала беремін. Иә. Жақсы жер болса енді. Енді менің тағы да бір сұрағым. Максимально фокус қойып жауап беруге тырысыңызшы. Неге мен сіздің тортыңызды алу керекпін, басқадан емес? Неге менен алу керексіз? Мастер-класты бір-ақ рет алып көрдіңіз ба? Жоқ, мен қайта мастер-класты ала беремін. Қазіргі торт саласында, жалпы тәтті саласында не тренд болып жатыр? Қазір ма? Торт мастер-классын істейтін бар, қыз бар, Астанада тұрады. Соның мастер-классын аламыз. Сол кезде мысалы қазір сол не шығарады, осы бүткіл Қазақстанға сол хит болады. Шахмат деген торт шығарып жатыр қазір, карамельный пирог шығарып жатыр, мысалы трендтегі пирогтар қазір бүткіл кондитерскийдің бәрі соны сатып жатыр. Мысалы карамельный пирогты шығарды ма, соны сатады. Вот қараңызшы, производитель көзқарас қарауда бұл. Ана жақта мастер-класс өтіп жатыр, ол не дайындап жатыр, соны жасап жатырмыз. Потребительский көзбен қарасаңызшы. Потребительский көз. Мысалы, менен қаздеп жасайтын болсаңыз, иә? Менен сұраңызшы, мысалы, қандай торт аласыз? Торт алғанда не нәрсеге қарайсыз? Қандай тәттіні қазір трендтеп қабылдап жатырсыз? Клубника в шоколаде қандай деңгейге шықты? Ізденіп көрдіңіз ба? Қандай тәтті сіздер үшін тренд болып жатыр, айта аласыздар ма? Нутелла деген не? Торт нутелла, иә? Жасайсыз ба ондайды? Иә. Жасайсыз ба ондайды? Киндер бойына, иә. Жасаймын ғой. Нутелланы түсініп тұрсыз ба не екен? Түсінемін ғой, я білемін ғой. Сосын? Карамельный пирог. Мороженый торт деген сол ғой, кешегі шахмат торт қой, мороженый торт деп шығып жатқан да. Арт-десерт. Арт-десерт білмеймін, өзіме ұнамайды, оны мастер-классын алған жоқпын. Сізге ұнау шарт па? Білмеймін, ол көп адамға да ұнамайды деп ойладым. Тортты мысалы мен сізге хабарласып тұрмын қазір, иә? Бүгін мен туған күнім. Тортыңыз бар ма? Торт жоқ, себебі шығарсам, статусқа шығарсам алмайды ешкім, сосын мен тортты пісірмеймін, қоямын. Тортқа статусқа шығарған кезде тек сурет шығарасыз. Тек сурет шығарамын. Бағасын жазасыз ба? Бағасын Честно, жазбайсыз, иә? Клубника шоколад салған кезде жазамын, мысалы 3.000 теңге, 4.000 теңге деп, бірақ торттарды жазбаймын. Тек заказ болды. Заказ жасайтын болсам, қанша уақыт бұрын заказ беру керекпіз сізге? 4-5 сағат бұрын берсеңіз болады. Мысалы, торттың несіне қарай ғой, оформлениесіне қарай, қиындау оформление болса, бір күн. Мен қиын емес екенін қаяқтан білемін. Хорошо, мен сізге қазір клиент болып хабарластым. Гүлжихан ханым, маған торт керек. Ары қарай маған жауап беріңізші, маған клиент ретінде сатыңызшы. Сізге қандай торт керек? Маған дәмді торт керек. Енді оформление өзіңіздің неңіз бар ма деп сұраймын ғой, мысалға. Қашанға? Қазір мен сізге клиентпін. Иә. Қашанға керек сізге деп сұраймыз, сосын. Ертең баламның туған күні. Сіз өзіңіздің неңіз бар ма жаңағыдай? Мынандай торт керек деген суретіңіз бар ма? Жоқ, сурет менде. Сурет жоқ. Сосын мен сізге инстаграмнан қарап, сізге мынандай қандай, мысалға, Человек-паук па, қандай неде керек деп та, торттың сосын суретін жіберемін. Сосын қандай бағасы қанша болады? Бағасын мысалы енді айтамын, 12 мың, 13 мың деп, ананы іші бисквит қандай болсын деп сұраймын. Қандай бар сізде? Иә. Банановый бар, фисташковый бар, молочный девушка бар деген сияқты. Қайсы дәмді? Бәрі де жақсы. Бәрі де жақсы деп айтамыз. Сатсаңызшы, енді мен сізге клиентпін. Енді басқа не айтамын, енді осылай ұсынамын, болды. Сосын енді клиент ары қарай өзіне керегін заказ береді. Хорошо, молочный девочка керек. Қанша болады? Молочный девочка көлеміне қарай, мысалға 23 диаметрді оформлениесіз, тек просто өзі болса 8 мың, 9 мыңға сатамын.
Оформлениеңіз қалай болады екен? Оформление тек оформлениемен дейсіз ба? Оформлениемен болғасын алып жатыр ғой сізден енді. Құрмалау үшін девочканы оформлениесімен деп сыра алған ғой. Оформлениемен үстіне енді 4-5 мың теңге қосам 13 мың, 12 мың, 13 мың деп айтамын мысалы. Молочный девочкаларға. Неге қымбат? Қымбат емес ол, нормально. Кім үшін нормально, мен үшін қымбат болып тұр. Басқа жерлерде одан да қымбат, басқа жерлердің бағасын біліп аламын, сұрап. Торт сататындарға осындай тортты қаншаға пісіресіз деп сұрап аламын. Мен уже звондап сөйлесіп тұрмын сізбен. Мен сізге уже қымбат деп айтып тұрмын. Не деп жауап бересіз? Білмеймін, басқа енді. Арзандар или размер кіші? Құрамы жақсы сливкамен жасаймын деп айтамын. Жақсы сливка, жақсы мынандай сгущенкамен, Жақсы екен қаяқтан білемін. Білмеймін, мен ондай болса алғысы келмей тұрған клиент. Өйстіп клиенттен айырыла береміз. Алсаңыз алмасам ғой, иә? Сол енді клиент ұстап қалып, мен өсіп тұрғанда енді андай алып затын үстіне алмай тұрмын ғой, жақсы жағынан да. Маған ыңғайлы вообще 2000 теңгеге торт алу. Қалай бұлай? Гүлжихан ханым, ұялмаңыз. Бұл осы жерде сіздің қазір проблемаларыңыздар шығып жатыр. Иә, осындай енді. Осылай сатасыз, иә? Иә. Осылай сатқанда неге өтпейді деп ойлайсыз? WhatsApp-пен жіберемін суреттер, мынандай деп не істеймін ғой. Прайс бар ма сізде? Прайс ештеңе жоқ. Неге жоқ? Ондай бүйтіп, ондай көлемді торт сатқасын, әлі ондай прайс ештеңе жасаған жоқпын. Көлемді торт сатпағасын прайс жоқ. Қалай сіздерге? Қараңызшы, мен клиент хабарласқан кезде мен бағасын айтсам болды деп ойлайсыз, иә, в основном? Бағасын айтам, алса алды, алмаса қойды. Бағасы мен ба? Бағасы да сосын торттың әдемілігіне қарай ғой. Торт әдемі, мысалы. Кім үшін әдемі? Енді клиентке торт жібергенде, мысалы. Мынау да әдемі. Маған, мысалы, Инстаграмды ұсынасың ғой, Инстаграмнан қараңыз деген сияқты да. Мен торттың әдемілігіне қарай заказ беремін, мысалға. Кім қалай жақсы жасай алады деген сияқты да. Значит, түрі маған маңызды. Оформлениесі маңызды да, егерде балдардың туған күніне заказ беретін болсам. Мен, мысалы, үйге қонақ шақыратын болсам, маған түр маңызды емес. Дәмділігі деп та. Значит, сіз тек қана именной торт сатқыңыз келеді? Именной ма? Былай да сатқым келеді, мысалы. Қалай? Мысалы, осындай чайный наборларды да. Чайный набор заказ беріп келеді. Бар ма? Не сатасыз, қалай сатасыз? Ценовой предложение жоқ. Шайный суреттерін жіберемін, мындай ұпай бар, мындай тариф кейк бар. Мен мына суретін көрдім. Қайдан білем, бұл дәмді ма, дәмді емес па? Сіз маған қайдан хабарласып тұрсыз, мысалға? WhatsApp-тан көріп қалдым бір сурет. Білмеймін. Клиент хабарласқан кезде, бағаны айтқан кезде, примерно неге баға айтылады, неге точно баға айтылмайды? Неге оформлениесіне баға айтылмайды? Заттар қайта не істейді, қымбатсып бүйтіп кетеді ғой, сосын да нақты бағам жоқ әлі. Неге қымбатсып кетеді? Өйткені сіз қымбат сатасыз ба? Жоқ, мысалға сливкілер 2000 теңге болса, қазір 2,5 деген сияқты солай қымбат түсе береді да. Соған қарай бізде бағаны қымбат сата береміз. Бүткіл проблема сливкіге алып келесіздер. Мына полуфабрикаттар айналдырып алып келіп, еттің бағасын алып келесіздер, иә? Дұрыс па? Бұл кісілер айналдырып алып келіп, сливкіге алып келеді. Сізге проблеманың бәрі сливки, да? Разбор сіздерге қалай ұнап жатыр ма? Бұдан бөлек сіздерге қосымша бизнес жалпы қандай тақырыптардан және қандай бағыттардан тұратын туралы сіздерге дайын, тегін, өте құнды ақпарат дайындап қойдым. Осы видеоның астында WhatsApp номер көрсетілген, жазыңыздар. Дәл осы ақпаратты бизнесіңізде қолдансаңыздар, міндетті түрде бизнесіңіз өсетін болады. Сливкесіз пісірілетін торттар бар ма? Сливкесіз торт бар ма? Тарс кейкке де сливка жасады. Торт пісіретіндердің бірінші проблемасы міне осы клиентпен жұмыс жасауда. Иә?
хабарласқан кезде біз ойлаймыз, клиент үшін шешім шығарып тастаған бұл кісі. Мен қымбат ұсынамын, мен бағамды қымбат ұсынады да алмайды деген шешім шығарып тастаған. Бұл оңбаған деген шешім шығарып тастаған, оңбаған болмайтын болады ол. Дұрыс па? Келген клиент ол қандай проблемасын шешуге келеді? Иә, торт алушын да. Өлі, проблема торт алу емес қой. Мен балама торт алсам, маған бала маңызды ма? Баға маңызды ма? Балаға ұнау үшін не істеу керекпін? Түрі маңызды. Ол түрін ол көңілінен шығу үшін мен нені білу керекпін? Жасы нешеде? Дәл осы жерде сен қуаныш сатасың, иә? Осы қуанышпен клиентті құттықтап қойға бола ма? Ертең балаңыз туған күні ма? Құтты болсын. Тұңғышыңыз ба? Кенжеңіз ба? Біліп алайық та? Кенжесі болса қымбатырақ сата аламыз, тұңғышымыз азырақ сата аламыз. Кенжені больше жіберген. Рас па? Тұңғышыңыздың туған күні құтты болсын. Ол ма, қыз ба? Деп сұраған жоқсыз. Енді торт заказ беретін адамдар өздері суретмен келеді, сразу маған мынандай торт керек еді, 5 теңгеге сайсыз деп келеді сразу. Мен, например, білмеймін. Жоқ, статустан емес, басқа біреулер болса да. Вот бәрі суретпен келеді дегенге мен сенбеймін. Жоқ. Мысалы, мен хабарласқан кезде бірінші проблемам, бұл кісі қаншалықты маған ертең торт бере алады. Вроде бере алады, иә? Екінші, бұл кісілердің өздерінің андай бар да, ой, ана тортты аккуратно жасаған, не аккуратно, я не разбираюсь. Маған главный балам не қарайды, итальянский мем дей ма қазір? Итальянский мемі дегені бар. Осы трендті маған айтады да, бұл кісі балаңыз қандай мультик қарайды деп сұрайды. Мен, например, білмеймін. Мультик сұрау керек пе еді? Хорошо, қазір сұрап келейін, иә? Деймін да, балам айтам, что ты любишь? Итальянский мемы дейді, или там, иә, жаңағыдай, Майнкрафт дейді, например, иә? Деп жатыр. Деген кезде сіз бұл жерде бүткіл трендті білу керексіз да. Итальянский мем болса, онда былай жасайық. Егер, мысалы, лабубу кезі болды, лабубу болса, былай жасайық деген шешімі бар бұл кісіде, иә? Енді осы жерде бірінші орында мен клиентті құттықтап алдым. Екінші оның жынысымен, нешінші баласы жасына сұрап алдым. Дұрыс па? Егер мысалы ол 11 жасқа толып жатқан ұлым болса, оған қаншалықты ол тренд маңызды. Иә? Осы жерде мен уже байланысқа түсіп, кері байланысын алдым. Ары қарай не істеу керек біз? Құрамы қандай болу керек па торттың? Құрамын анықтап аламыз, иә? Өте жақсы. Осы жерде мен торттың құрамын біле бермеймін. Не когда бар ғой? Иә, өзіңіз біліңіз деп сұрайсыз. Жалпы отбасыңыз бола ма, туған күнде кім болады деп сұрап аламыз. Мысалы, балалардың достары болатын болса, мен точно білмеймін олар не жейтін. Егер отбасым болса, мен отбасым басымнан бисквит жейді. Мен сізге айтам, бисквит жейді, бисквиттан не бар деп сұраймын. Енді осы жерде айтып беріңізші, мысалы мен бисквиттан заказ беретін болсам, қандай нәрсе ұсынатын едіңіз маған? Бисквитный торттардың әр түрін ба, мысалға, банановый, фисташковый деген сияқты ма? Қандай жақсы көресіз деп па? Енді бисквиттің қандай торттың түрлері бар, айтып беріңізші маған. Банановый, фисташковый, выпипай бар, молочный девушка, пломбир деген сияқты бар, киндер буэна деген деп айта берем. Оның қайсысы қандай екенін түсіп тұрған жоқпын. Что посоветуете? Ең соңғы трендтегі тортты ұсынасың, мысалы киндер буэна қазір жақсы өтіп жатыр деген сияқты. Киндер буэна қандай болады? Киндер буэна қандай болады? Иә, шоколадный болады. Өзім жасап көрген жоқпын бірақ. Жалпы хит торт қазіргі. Сізге қандай вкусный? Балаңыз нені ұнатады, молочный ма, шоколадный ма? Мысалы, фисташковый торт бар. Фисташковый тортта 2 слой бисквит жүреді. Бисквиттің пропиткасы молочный болады. Ол молочный пропиткаға біз тек қана сүт емес, оған сгущенка қосамыз. Ол пропитка сіңген кезде торттың бисквиті өте сочный болады.
ортасында еще густой сливки болады, еще арасына орех қосамыз да безе қосамыз. Соның бәрі біріккен кезде адам сол тортты тістеген кезде неше түрлі вкус ощущает. Сочный торт, бисквит қытырлап тұрады, орешка күшті дәм беріп тұрады. Тәбет ашылды ма? Мақсат тәбетін ашу. Ол адамның өзі жегісі келетіндей ақпарат айтатын болсаңыз, мысалы мен қандай торт, мысалы фисташковыйдың неге тұратынын білмеймін. Например, мынау тары. Мына жерде бұл творожный, астында печеньенің слойы бар. Тесто, дәмді тесто сезіледі. Ішінде тары өте жұмсақ, ол тары күшті сіңген. Істеген кезде воздушный творог екені сезілмейді. Жеген кезде кәдімгі тарының шайын ішіп жатқандай дәм келеді. Сүтті шайға идеально сочетание деп айтсаң, уже ауызда шайнап тұрсың ғой. Дұрыс па? Ол үшін солай рекламаны солай жасау керек шығар мысалға. Клиентпен хотя бы осындай деңгейде сөйлесіп үйрену керексіз. Каждый тортты қандай деңгейде жеткізесің? Вопипай мысалы, шоколадный корочканы жақсы көретіндерге қанша ішіне? 4 корочка бисквит болады, ортасында өте дәмді творожный сырмен, сливки сахарный пудрамен жасалған густой кремі болады. Оны кескен кезде сіз бисквит емес, көбінде дәмді крем сезінесіз. Дұрыс па? Любой тортты жеткізуге бола ма осылай? Болады ғой, бірақ ешкім өйтіп сұрамайды да ғой. Тек ақшасына қарай, бағасына қарай кетеді ғой. Ешкім сұрағандай емес, сіз ұсыну керексіз. Неге? Өйткені ол дәмін сезетін болса, однозначно ол алады. Маған қандай торт деген кезде сіз сезіндіріп көріңізші. Попробуйте, чтобы ол адам сезінетіндей. Мына тортты ол аузында шайнап тұру керек қой. Лимон техникасын білесіз ба? Көзіңізді жұмыңызшы. Көз алдыңызға лимонды қолыңызға алыңыз. 4-ке бөліңіз. Бір долькасын қолыңызға ұстаңыз. Ұстаңыз қолыңызға прям. Аузыңызды ашыңыз. Енді сығыңыз лимонды. Дәмін татыңыз. Ұртыңыздан сөл бөлінді ма? Бөлінді ма? Иә. Вот осылай сезіндіресіз бол адамға тортыңызды. Ол тортты сезінген адам уже тамағыңызды алуға дайын болады. Дұрыс па? Енді бағасын айтқан кезде ол уже сезініп тұр. Уже жегісі келіп тұр. Баласының предпочтениесін біліп алды. Сіз бағаны айтқан кезде бірнеше вариант ұсынуға болады. Дұрыс па? Неге байланысты деп ойлайсыз? Бағасын әртүрлі болуына ма? Көлеміне байланысты. Көлемін мен қалай анықтаймын? Мен білмеймін мысалы. Қандай торт алу керекпін? Мини торт бар, үлкен торт бар мысалға. 20 диаметр. Соған бүйтіп итермелесеңізші. Назым кімге туған күн жасайын деп жатсың? Иә, неше адамға? Неше адам болады? Иә. Ол адамға нақты утверждение беру керексіз да. Назым сен 10 балаға туған күн жасап жатсаң, 10 балаға жететін торттың диаметрі 23 сантиметр болады. Ол 10 кусоктан тұрады. 10 кусок, енді егер сол балаға жететін ғана керек па, сізге жоқ, артынан өзіңіз отырып шай ішесіз ба тағы да? Конечно, шай ішкім келеді, уже мен дәмін татып алдым. Уже ар жағында сіз артынан шай ішкім келеді болса, онда мен сізге давайте сразу үлкен торт предлагать етейін. Біріншіден, сіздің балаңыз үлкен тортты көрген кезде қуанышы күшті болады. Екіншіден, ары қарай өзіңізге де жетеді. Дұрыс па? Енді осы жерде бағаны айтқан кезде мен қымбат деген болсам, сізге балаңызды қуанту маңызды ма, жоқ па торттың бағасы маңызды ма? Либо басқа вариант ұсынуға болады. Басқа вариант ұсынуға болады, қандай жағдайда кішірек ұсынуға болады, немесе прям заменяющий сливкидің варианттарын айтуға болады. Дұрыс па? Самый главный клиентті ұстап қалу. Сол үшін бірден егерде осындай жұмысты күрделі жасаңыз келмесе, шешімі дайын күшті прайс қой, сразу прайс қойыңыз. Услуга сатсаң, сразу результатын жазыңыз. Товар сатсаң, сразу ішіндегі начинкасын көрсетіп, оның уже ішінде описание составы, бағасы, қанша адамға арналып бірден жазып тастаңыздар. Жұмысыңыз упрощается. Дұрыс па? Сосын мына торт сататындар, полуфабрикат сататындар парақшаға шикі тамақтың суретімен жай ғана айфонға емес біртүрлі мынандай качествода салынған торттың суретін салуды қойыңыздар. Кесіп суретін салыңыз, жеп көрсетіңіз.
неден жасалатын, қаншалықты ол сапалы сливки екенін докажите мне там. Уже алуға дайынмын. Мысалы, мына сливки, представляете, Италиядан келеді. Алғызасыздар ғой. Неге оны айтпайсыздар? Ал мынау мысалы осындай арзан варианты. Сол ғой, соның бәрін істемей жүрмін. Андай қылып біреулер істеп жатса, соны бүйтіп скринтап аламын, мен де өстіп жасағым келді. Мысалы, кеше бір торт жасатын қыз чайный набор шығарғанда, ананы мен де жасай аламын да. Солай өстіп жасағым келді да, бірақ ойлаймын, бұны кім алады менен, тағы ешкім алмай қалады ғой деп ойлаймын да. Сосын заттарым болсына шығынға шығамын деп сөйтіп жасалмай қалады. Жасап көрмейінше сіз білмейсіз. Жасап көріп статусқа салып жүрмін. Мысалы, торт шығардым, мен андай торт бар менде деймін да, қоямын статусқа, ешкім алмайды. Неге алу керек сізден деген сұраққа жауап болу керек. Иә, менде андай iPhone емес, сосын не качество түсіргесін шығар, торттарында күшті болып тұрмайды, сосын. В наличии торт бар. 30 минутта оформлениесі дайын болады. Свечасы в подарок жүреді. Например. Мен клиенттерім арзанға қарай жүгіреді. Арзан берші, ішпейші. Ну, потому что жарнамаңыз дешевый. Жарнама, иә. Мысалы, мен үшін жарнама дешевый емес, күшті жарнама болса, мен бағасына қарамаймын. Аудитория екі түрлі болады. Бірақ қымбат алатын аудиторияға жұмыс жасау сізге оңайырақ. 10 торттан 2000 теңгеден көргенше 5 торт сатып, әрқайсынан 5000 теңге көргенсіз выгодно ма? Выгодно. Онда соответствующий жарнама керек. Иә. Вообще торт сататындар бірден цехқа шығыңыздаршы. 100% жүретін бизнес қой. Солай ма? Сата алмасаңыз, сата алатын менеджер алыңыз. Сата алатын менеджер алыңыз да. Неге жүрмейді? Өйткені жүргізе алатын әдістерді білмей тұрсыз. Мойындайсыз ба? Клиентпен жұмыс жасау, жарнама беру ережесі, әлеуметтік желі жүргізу, сізді ешкім қадағалап жатқан жоқ, істе деп жатқан адам жоқ, әлсін айтып жатқан адам жоқ. Сол үшін мен жалқаумын деп жата бересіз. Дұрыс па? Бірақ тем не менее миллион тапқыңыз келеді. Ешкім келіп сізге миллион тауып бермейді. Біліп тұрсыз, бәрібір тұрып істеу керек. Жаңа қандай сұрақ қойғыңыз келді, ана жерден тұрып? Сол разбор алсам, сондай дәрежеге жете аламын ба деп. Сопровождение алсам. Сопровождениеға келу үшін менің тапсырмамды орындауға тура келеді. Жасайсыз ба? Сол ғой, сол мен ойлаймын, сол сопровождение алсам, инстаға бүйтіп сөйлеп шығуым керек бола екен деп та, сондай. Сөйлеп шық деп айтамын, иә. Неге істемейсіз? iPhone алғызам. Иә, аламын. Ұятты қоятын шығар, менде өзім үшін басқа ешкім маған күш таппайды ғой сұрадан да. Өз сұрақ қойып өз жауап береді. Кайф, молодец, айтмаған. Күштісіз. Біліп тұрсыз, негізі точка ростаңыз бар екен, иә? Тортта, вообще маған тортта келіп, ұтылған адамды көрген жоқпын. Сата алмаған адамды көрген жоқпын. Бірақ над продуктом надо работать. Қазіргі нарықтағы трендті білмей тұрсыздар. Мысалы, кондитер болып келді, Атырау қаласында Айнұр ханым. Алдында бір көрсеткен мен. Айнұр ханым келді, қолында ерекше баласы бар. Басқа қаладан көшіп келген. Представляете, ол мысалы қаншалықты оңай жағдай емес. Алда тұрда істеден, цехқа шық, жаса. Шығады, ол ойлайды, сіз сияқты. Қымбат торт сатсам, күш тауып кетеді. Но почему-то шықты, тренд жасаттық. Берлине, мен атын дұрыс айтпаймын деп, Берлине ма? Берлине, иә, по-моему. Берлине мен прям табысы күшті шықты. Номер 1 болып. Қазіргі табыс деңгейі 8 миллион. Күшті. Күшті, иә? Қайраққа дейін күшті деп отырасыз. Сіздікі одан да күшті болу керек. Да. Менде Ақтау қаласы вообще платежеспособны ғой? Мощно ғой? Қойыңызшы. Қорласамыз ба? Неге? Мен мысалға жүрем ғой, өзім жүріп қарасам, әр домның мысалға 1 микрорайонның өзінде бір домда торт сататын 2 тұрады, мысалға да, торт сататын 2 магазин тұрады. Ойлаймын, осылардың бәрін кім алады деп ойлаймын. Ол торттар өтпей тұрмайды екен. Ақтау қаласында қанша адам саны бар? 865 мың. Қойыңызшы. Ақтау қаласы 250 мың. 250 мың адам саны бар, мен білем. 250 мың адам айына бір рет алғанның өзінде.
торт вообще алмайтын семья бар ма? Білмеймін, жоқ. Апта сайын аламыз, кем дегенде бір отбасыда қанша бала? 3-4 бала, 2-3 баладан ба? 4 бала, 4 баладан бөлек семьяда, мысалы, даже күйеуің туған күні болса торт алмайсың ба? Аласың. Микрофон. Аламыз. Аламыз, дұрыс па? Кем дегенде бір отбасы жылына 6-7 рет торт алады. Қонақты қанша рет шақырады, ол қонаққа торт алатын ар жағын айтпай қояйық, Соның өзінде алатын адам жоқ деп ойлайсыз ба? Білмеймін, торттар өтпей тұратын сияқты болады маған. Онда неге торт жасағым келеді деп айтасыз? Сенім болмаса. Өзім жақсы көремін да торт жасағанды. Бірақ сол магазинді ашсам, торттар өтпей тұрып қаламын. А если өтіп кетсеші? Өтіп кетсе жақсы. Жаңа мен айтқан әдіспен өткізе алмаймын деп ойлайсыз ба? Мен жаңа сатқанда кім торт алғысы келмеді? Қол көтеріңіздерші. Сұрамасаңыз, может, адамдарға жегіміз келмесе де алғымыз келеді. Көрдіңіз ба? То есть, мына жерде торт алмайтын адам жоқ. Торт вообще алып көрмеген адам бар ма? Адам бар. Дұрыс па? Жалпы нарықта қаншалықты көп конкуренция көресіз, соншалықты көп осы нарықта потенциал бар деген сөз. Конкуренция маңызды емес, конкуренттің алды болу проблема жоқ қазір дамыған заманда. Шоколадный пончик сіздерде, ягодный шоколадный пончик келді ма сіздерге? Келген жоқ, Вот, пожалуйста. Жоқ, пончиктің өзі емес. Кәдімгі клубника в шоколаден әдісі, бірақ пончик қылып құятын вариантын көрдіңіз ба? Көрдім. Сіздерде мен көрген жоқпын сатып атқанын. Мен инстаграмдардан көрдім, Малина не. Мына жерде, осыны. Но сіздердің нарықта көрген жоқпыз. Мен сол неде группада. Бір ғана күшті тренд болып жатқан өнімді енгізесіз. Торт сатқан адамға еще больше чек сату үшін тағы не істей аламыз? Үйіне балаңның туған күн тойлауға туысқаның келмей ма? Ол туысқаныңа пирог қоймайсың ба? Қасына чак-чак қоймайсың ба? Орешка қоймайсың ба қасына? Самса қоймайсың ба? Сонда бір свеч алмайсың ба? Шар алмайсың ба? Аниматормен мысалы құттықтау бар десеңіз. Мысалы 12-де happy birthday деп барғанша аниматор келіп баламды құттықтап кетсе, кассені келіп итальянскиймен өзге құттықтайды десең. Төлеуге дайын бола ма? Болады. Ұйымдастыруға бола ма? Болады. Одан бөлек ол балаларға сок аламыз. Басқа жерден іздеп жүрмей ақ қойыңыз, бізде сок бар. Самый натуральный сокты доставка жасай аламыз. Ыңғайлы ма? Алуға болады ма? Жасауға болады ма? Болады. Конечно. Кондитерский тәтті бағытында клиент нереально көп екен, көзім жетті. Нереально көп. И мен өзім лично ондай тәттін заказ бергенде мен даже бағасына қарамайды екен. Алдында бір жаңа подружка маған айтты, представляешь, ол мен просто ана безе бар ғой кәдімгі, соны жақсы көретінді біліп қалды, безеді, торт сатып жатыр екен. Представляешь, дейді маған, қойшы. А еще ояқта жаңағы пончик шығыпты деп жеп көрдім ба? Мамай, төртеуін алып едім, таласып қалдық деді. Все, ана кісіге жаздым, телефон алдым. Осы екі нәрсені жібере салыңыз. Бағасы осындай болды. Счет жібере салыңыз, бағасы маңызды емес маған. Счет жіберді, төледім, әкеп берді. Доставкасын еще 45.600 теңге тек қана доставкасын төледім, кейін қарасам. И маған маңызды болған жоқ. Рахаттанып жеп өлдік қой. Біздің қыздар біледі. Таласып жедік ана. Бала шаға талап жеді. Вот, пожалуйста. Сонда да сенім бар ма, жаңағыдай өтпейді деген, или өтеді деген сенім келді ма? Өтеді. Өту керек, мен сондай. Егер де сен өзің жасайтын өніміңе махаббаты болса, басқа клиенттің махаббаты однозначно болады. Мен енді өзім ағайыныма торт пісірдім. 12 ма торт пісіріп бердім.
сол тортым мен уже тойға барғанша торттың бәрі желініп кеткен деді да. Соларды біліп тұрсам да мен сөйтіп қайтадан өзім торт пісіріп жасамаймын да. Себебі өтпей қалады деп қайтадан қорқамын. Бастамай-ақ өтпейді Иә. дейді. Иә. Ана балаңызға да сен адам болмайсың деп айтасыз ба? Айтпайсың ғой. Енді бұл да сіздің балаңыз ғой, неге айтасыз адам болмайсың деп? Бизнес сіздің балаңыз сияқты ғой. Либо оған молодец, күшті президент боласың деп айтасың, либо вообще жексұрын адам болмайсың деп айтасыз. Дұрыс па? И қалай айтасың, солай нәтижесі болады. Түсінікті ғой? Самый главный продуктыңызға сенім болу керек. Ну, ар жағында жаңағы Карима ханымға айтқан нәрсені тоже білу керексіз. Өйткені сізде бұл кісіде сияқты себестоимості өзі 2 ақ зат болды ғой бұл кісіде, сізде статья өте көп болады. Аренда помещение, жұмысшыларға төлемақыңыз, закуптеріңіз бар, коммуналкаңыз бар, амортизацияңыз бар, капитальный затратыңыз бар, маркетинг бар, сату. Ары қарай уже бәрін есептеп барып, бұл жерде таза прибыльді шығару керекпіз. Сіз көбінде себестоимостьқа тек продуктының ақшасын саласыз, Иә. енді ол жерге біраз дүние қосылады. И нормально. Күшті сатуға болады. Жасайсыз ба? Жасаймын. Жобаға келетін ойыңыз болса, пожалуйста, маған көнем деп келіңіз. Менің айтқанды істейін деп келіңіз. Өніміңізге сеніміңіз мықты болсын. Ары қарай уже конкуренттік анализден бастап ең бірінші ОТП-ңызды шығарып аламыз, бенчмаркетіңізді анықтап аламыз, LTV-ңізді анықтап аламыз. LTV-ңіз өте күшті бұл жерде. Бір торт күшті жерден алсаң қайтып барасың ба? Барасың. Дұрыс па? И проблеманың бәрі бір тарихте емес, сіздің жағдайда. Бірінші проблемаңыз ол iPhone болып тұр енді. iPhone аламын ғой. Аламын. Аласыз, е? Все, онда жобада кездескенше. Иә. Рахмет. Болды да. Түсінікті болды ма? Өте жақсы. Бизнесіңізге нақты осындай разборда диагноз қойылып, оның қандай мүмкіндіктері бар екен дегенде сіз бизнесіңізге одан да қатты ғашық боласыз. Және оның мүмкіндігін білген кезде сізге тек қана істеу ғана қалады. Дәл осындай разбор сізге де қажет болып жатса, төменде номер көрсетілген біздің менеджерларға хабарласыңыздар.